Мәреге сәлем, бұл Марат Қани, құрметті әріптес, әлемге танымал миллион күнге бирада ойынын оқушылар арасында өткізуге болады. Ол үшін күрделі платформаға немесе әртүрлі сайттарға кірудің қажеті жоқ. Бастысы ноутбугыңызда PowerPoint бағдарламасы орнатылса жеткілікті. Қарапайым презентацияның күшімен біз осы ойынды дайындап шығардық. Олай болса сіздерге көрсету үшін мен ойынды бастайын. Ойын басталған кезде миллион күнге бирада ойында ойнатылатын музыка естіледі. Осылай келесі бетке өтейік. Әр сұрақ шыққан сайын осы музыка ойнап тұратын болады. Бірінші сұрақ: география терминін енгізген ғалым кім? А нұсқасы Страбон, Б нұсқасы Геродот, С нұсқасы Васко да Гама, Д нұсқасы Эратосфен. Бұл сұрақтың дұрыс жауабы әрине Эратосфен. Егер сұраққа дұрыс жауап беретін болса, оқушы осы музыка ойнап және жасыл түс жанады жауап нұсқасында. Екінші сұрақ: ұлт ұстазы кім? А нұсқасы Ахмет Байтұрсын, Б нұсқасы Шоқан Уәлихан, С нұсқасы Әлихан Бөкейхан, Д нұсқасы Талғат Мұсабаев. Әрине бұл жерде дұрыс нұсқасы Ахмет Байтұрсын. Үшінші сұрақ: Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін бірінші мойындаған ел? А нұсқасы Қытай, Б нұсқасы ақш, С нұсқасы Франция, Д нұсқасы Германия. Мен бұл жерде қате жауап деп белгілейін, Д нұсқасы Германия дейін. Мінекей осылай Германияны бассам қызыл жанады. Құрметті әріптестер, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бірнеше сұрақты тізіп қойсаңыздар да болады. Сондай-ақ презентацияның ішіне өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты әртүрлі көмек түрлерін ұйымдастыруға, болмаса бал қоюға немесе әртүрлі ақша мөлшерін енгізіп қоюға да болады. Бұның ешқандай қиындығы жоқ. Егер миллион күнге бирада ойынының дайын нұсқасын алғыларыңыз келсе, осы презентация қажет болса, менің ақылы телеграм арнама тіркеліңіздер. Менімен байланысқыларыңыз келсе, осы видеоның сипаттамасында, яғни төменгі бөлігіндегі ақпарат алаңында менің WhatsApp мессенджерімнің сілтемесі қалдырылған және ұялы нөмірім жазылған. Әр сабағыңызда қызықты көңілді өткізгілеріңіз келсе, менің YouTube арнама тіркеліп, осы видеоға үлпіл басып, пікір қалдырып кетіңіздер.